Жандос. Жандос. Тұрышымызға ешкесін. Бұрын асылған еді, қазір сен болдың ғой, А? Ештеңе. Сағат қанша болды? Сағат 10 болды. Тұр. Ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді. Білем. Үзің тұр өнді. Бір күнге ырысың артық болсын. А? Тұр деймін, таңасын дайындап қойдым. Ушамыз. Қастырым. Жандарым, көкешкаларым, алтындарым. Мен болмасам ешкім қарамайды сендер бар ғой. Да? Саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? О, едіге ағай. Қалыңыз қалай? Қайдан жүрсіз? Төрлетіңіз. Бұл бір тосын сый болды. Рахмет. Барлығы жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман есен. Әдеттегідей қызметтеміз, мектеп үшін, балалар үшін аянбай еңбек етіп жатырмыз. Дұрыс. Айтпақшы, денсаулығыңыз қалай болды? Шүкір. Денсаулық жақсарды. Емделіп алып, аяққа тұрып алдым. Қуаныштымын сіз үшін. Денсаулық бірінші байлық. Денсаулықты күту керек. Иә. Денсаулық жақсарғаннан кейін қайтадан сапқа қосылсам ба деп едім. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар. Жұмысқа қайта кірсем ба деп едім. Баяғы орныма. Жоқ, бұл жақсы жаңалық. Мені қуантады. Барлығы есімде едіге ағай. Бірақ сіздің орныңызда қазір Жандос ағай ғой. Иә, түсінем. Бірақ мына менің орным бөлек шығар. Сол орынды мен үшін босатуға болатын шығар. Ойланып көрейік. Ендеше не істеуге болады? Жандос ағай шақырайық. Талқылайық, ортаға салайық. Қазір мен... Әуре болмаңыз. Мен өзім шақырып келем. Ағай, кетіріңізші. Ағай, сәлеметсіз бе, ағай? Ағай, бізде қазір Дана апайдың сабағы. Оған мен не қатысым бар? Вот именно сіздің кесіріңізден декретте отыр ғой. Апайдың орнына ешкім жоқ. Сізді келеді деп айтты ғой, завуч. О, едіге ағай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, ағай. Сәлеметсіңдер ме? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ағай, мектепте не істеп жүрсіз? Жұмыстан шығып кеттіңіз ғой. Сол, сендерге қайта оралсам ба деп шештім. Қалыңыз қалай? Шүкір, Жандос ағай. Мен мектепте ағай болған кезде басқа сабақтарда апайлардың орнына сыныпқа қарап отырмайтын. Керісінше, спорт залда нағыз чемпиондарды тәрбиелейтін. Енді біз бір жұмыс ғой. Ұжым болған соң бір-бірімізге көмектесеміз, онда тұрған не бар? Қыздар, сендер сабаққа бара беріңдер, қазір бас. Жақсы, ағай. Сонымен, не істеп жүрсіз? Директор сенің жұмысың ұнамайды деп шақыртып алды. Түсінбедім. Қалжыңдай, жүр. Директор шақыртып отыр. Рұқсат па? Кіріңіздер. Жандос ағай, сіз енді аздаған уақыттың ішінде оқушыларымыздың сүйікті ағайына айналдыңыз.
Еңбегіңізді бағалаймын. Сізге көп-көп рахмет. Енді Едіге ағай ол кісі де осал емес, өзіңіз жақсы білесіз. Қазір денсаулығы жақсарып, ортамызға қайтып қосылсам ба дейді. Құтты болсын. Енді мені жұмыстан шығармайтын шығарсыздар. Уайымдама. Жұмыстан шығармайды. Сен басқа сабақтан сабақ беріп көрсей. Мысалы, НВП ағай болсын. Болып тастаған уже. Қайтамыз дейіндерші. Білмеймін. Қайтамыз о не? Мә, қайту керек еді. Мә, біз кімді көргендерін білесіздер ма? Қайрат Нұртасты? Жоқ, одан да күшті адамды көрдік. Қайрат Нұртастың қызы ма? Едіге ағайды көрдік. Едіге ағай жұмысқа қосылған ба не? Біліп ем ағай бізді тастамайтын. Едіге ағай директор кабинетінен шыққанын көрдік. Соған қарамастан жұмысқа кіріп жатыр ау. Жандос ағайшы, сонда бізде екі шағай бола ма? Мүмкін, ол жағын нақты білмейміз. Қазір не болады өзі? Сабақ бола ма? Кім келеді бізге? Жандос ағай келетін шығар. Ой, қайтпаймыз ба сонда? Қайтпаймыз. Енді Едіге ағай, Жандос ағай. Екеуіңіз де мектебіміздің мықты маманысыздар. Әділ шешім шығаруым керек. Сулифа жасайық. Сулифас несі? Эстафета. Эстафета. Тыңдаңыздар. Едіге ағайда бір команда, Жандос ағайда бір команда. Оқушыларды жинайсыздар, 2 күннен кейін спорт залда жарыс өткіземіз. Жеңімпаз мектебімізде қалады. Ешкімге ренжімейді, келістік қой. Әділ шешім. Міне. Жақсы онда, солай болсын. Рұқсат болса мен сабағыма бара берсем. Соңғы 2 күн жақсылап өткізіп олай. Олай болса, іске сәт. Сіздерге сенемін. Балаларды жақсылап тұрып жинаңыздар, дайындалыңыздар. Жарыс өтеді. Жақсы болыңыз. Мықты маман мектебімізде қалады, естеріңізде болсын. Ал, сәттілік, Жандос ағай. Рахмет, өзіңізге де. Онда мен сабағыма барайын, Өзіңнің сабағың ба, әлде Дана апайдың сабағы ма? Жігіттер, қыздар! Ой, қош, Жігіттер, қыздар! Может, қайта береміз, 15 минутта мұғалім келмесе, оқушылар қайта берсе болады ғой? оны қайдан шығарып алдың? Сондай заң бар ғой, естігем. Мұқа қайда? Мұқа қайда келеді? Отыра беріңдер. Ағайдың настроениесі жоқ па? Қайрат Нұртастың қызын көре алмайған жұрт уже. Ағай, көңіл күйіңіз жоқ қой. Сабақ спорт залда емес, сыныпта өтіп жатқан әсер етіп жатқан жоқ па? Жоқ, бәрі жақсы. Ағай, Едіге ағай келген көрдіңіз ба? Көрдім. Ағай, енді бізде дұршыдан 2 ағай бола ма? 2 жарты 1 бүтін болып сабақ өткізесіздер ма? Солай болса, Қанекей. Директорымыз мектепте бір ғана ағай қалады дейді. Ол не дегеніңіз, ағай? Едіге ағайлардың денсаулығы жақсарыпты. Енді қайтадан жұмысқа келгісі келеді екен. Сонда сізді жұмыстан шығарып жібереді ма? Қашан ақша табасың, Жандос? Не жұмысың жоқ, не тамақ алатын ақша жоқ. Басқа жұмыс іздесеңші. Шығармайды. Шығарады. Енді шығарады дегенде қалай? Эстафетаны жеңсек шығармайды. Не эстафета, ағай?
2 күннен кейін директорымыз менің және Едіге ағай арамызда эстафета ұйымдастырмақшы. Едіге ағай өз командасын дайындайды, ал мен өзімнің. Жеңген команда мектепке қалады. Ал жеңіліп қалған ағай не болады? Не болатын ес? Жұмыстан шығарады? В общем, солай. Жеңілген команда жұмыстан кетеді. Қалай ол сонда? Айттым мен саған, ерте тұрсаң бір ырысың артық болады деп. Ақша тапсаңшы, Жандос. Жандос! Иә, жұмыстан шығарады. Уайымдамаңыз ағай, біз сізбен біргеміз ғой. Сіздің жоқтығыңызды білдіртпейміз ғой. Қойсай? Не айтып тұрсың? Одан да Жандос ағайдың жұмыста алуына көмектесейік, е? Бәріміз көмектесейік. Рахмет сендерге. Рахмет, не сағай, сізді қатты жақсы көреміз. Соның қоса сізге кәдімгідей бауыр басып қалдық. Иә, ағай. Және ағай, Едіге ағай да жақсы. Бірақ ол жұмыстан шығып кеткен адам ғой. Ну, тем более сіз скорпионсыз. Оның не қатысы бар? Жай, айқын келіп кетті. Рұқсат па? Отыра беріңдер, балалар. Балалар, Жандос ағайларың жарыс туралы айтқан шығар, е? Иә, айтты. Сол жарысқа өзіме команда жинап жүрмін. Менің командама қосылғысы келетіндер бар ма? Иә, ағай, бар ғой. Мен де барам. Аружан барса, мен де сіздермен біргемін. Ағай, мен де сізбен бірге барайыншы. Жарайды. Мен сіз жеңіске жете алмайсыңдар. Мен де сендермен біргемін. Онда келіңдер. Рұқсат болса, біз кете берейік. Балаларды сабақтан ерте босататын шығарсыз? Балалар жаңа ғана мені қолдаймын деп айтып едіңдер ғой. Примерно дедік қой, ағай. Жүр. Барлығын трендке жаба салғандар ше. Соны айтам, примерно дейді ғой. Ағай примерно мағар біздің қарсыластар ғой. Примерно солай болып тұр ғой. Ағай, уайымдамаңыз, біз оларды жеңеміз. Тем более оларды. 3 қыз, 2 ұл, ал бізде болса 3 ұл, 2 қыз. Ей, сен не сонда қыздардың күшін жетпейді деп тұрсың ба? Сен сонда бізге сомнение ұстап тұрсың ғой, иә? Негізі, біздің 2 қыз, олардың 3 қызынан мықтырақ дегім келген. Онда бізде бір күн уақыт бар. Жақсылап дайындалуымыз керек. Ағай, дайындықты қашан бастаймыз? Үлкен қоңырауда. Келістік ағай. Айтпақшы, бүгін менің сендер сабағым бар ма? Иә, 6-шы сабақ сіздік, ағай. Ендеше кездескенше. Рахмет. Жасай. Су ішесің бе? Кеп бересіз. Жарайды. Жігіттер, қыздар, осы жарыс болмаса, Жандос ағай ма, Едіге ағай ма? Әрине Жандос ағай. Жандос ағай? Сендерші қыздар, не ойлайсыңдар? Негізі 2 ағай да жақсы ғой. Бұндай сұрақ қойың орынсыз ау. Мысалға, Едіге ағайдың кезінде көп қызық сәттер болды ғой. Жандос ағаймен де күшті естеліктер бар ғой. Қысқаша айтқанда? Жандос ағай ғой. Бәсе, солай айтпайсың ба ертерек? Сенші Жансая? Әне, одан да біздің примерналардан сұрайық. Рахмет. Рахмет. Че там, примерно ағайларың лақтырып кеткендерің не? Едіге ағайдың женетін анық қой, не опты соншама Жандос ағайға жақтығысып. Просто скорпион екен ғой. Эстафета 3 кезеңнен тұрады. Әрбір кезеңде жеңген командаға бір ұпайдан жазылады. Түсінікті ғой? Түсінікті.
Болды апай. Өзіміздің сол баяғы эстафета ғой, иә? Айтпақшы. Команда жинап үлгердіңіздер ма? Иә, жинадым. Мен жинамадым. Балалар өздері келді. Жақсы. Ендеше уақыттарыңды алма. Жақсы апай. Жақсы болыңыз. Өзіңіздің ағайды осы лақтыра салғаныңыз. Соны айтам, жай эстафетаны соғыс қып қабылдап жүр ғой. Соғыс керек болса көрсету керек оларға нағыз соғысты. Қазір қандай сабақ? Дұрыс ғой? Менде бір идея бар. Қандай? Кеттік разовака жаққа. Жандос ағай, спорт залдың кілті сізде ма? Иә, менде. Қазір сабағым. Сенің сабағың спорт залда болады ма не? Енді қайда өтеді? Қайдан білейін? Всегда кабинетте отырғанымды көріп, солай ойлап қалғаным. Басқа айтарың жоқ болса, мен жүрейін, иә? Жақсы. Айтсаңшы енді не істеген келіп тұр? Короче, қыздар, сендер раздевалкаларыңа барып, ана топтың қыздарының киімін тығып тастайсыңдар. Бізде барайықшы онда. Давай, барайықшы. Тұз тұрыңдаршы. Сендер не істейсіңдер? Ұлдардікін тығып тастайсыңдар ма? Дәл өзі. Окей, let's go онда. Кеттік. Сендердің киімдерің болғымыз ба? Иә, қайда кеткен киімдеріміз? Дұрыс ғой қазір. Қалай қатысамыз? Мен мына түрмен бармаймын. Мен білетін сияқтымын бұл кімнің ісі екенін. Домовой ма? Қарсыластарымыздың ісі ғой бұл. Солар ғой біздің киімдеріміз тығып кеткен. Қоңырау соғылды, жүріңдер. Кеттіге ағай айтайық. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, ағай? Дауыстарың 5 адам кем сыныпта шығып тұр ғой. Қалғандары қайда? Білмейміз ағай. Маған да менің сабағыма да примерно дайындалып келіп тұрсыңдар ғой, иә? Олар бізбен ойнайын деген ау. Соны айтам, бұлай қалдыра салуға болмайды. Түрлерімізді қараш, қолын құсап күлкіге қалдық. Олар біздің киім тығып кетсе, біз оларды тығып кетейік. Қайда досым? Раздевалкаға. Қара, келе жатыр. Жартылайды, жартылайды бет. Не істеп тұрсыңдар? Жарайсыңдар, сендер жөндеңдер. Басқалай болмайды ғой. Жап-жап есік, тез. Сондықтан балалар, маған жеңіске жетуге көмектессеңдер, бұрынғыдай сабақтан ерте босатып, үйлеріңе жіберіп. Ағай, сонда жалпы бәрі бұрынғыдай болады десеңізші, иә? Одан да күшті болады. Ерасыл, Ерал, мен сендер дабыл е деп атайтын едім ғой. Екеуіңді футболда нападение қойған кезде біз жеңбеген команда қалмайтын. Я ағай, біз Ерасыл екеуміз қоссақ, Криштиану мен Месси бір командада ойнағандай болады ғой. Ой, абайлаңдаршы. Осы сендер көп мақтанғанын жақсы көресіңдер, иә? Мақтанған футболист тойда. Заменада отырады. Ағай, не болды? Ағай, отырмыз. Дәрі кетірейін ба? Ағай, су берейін. Балалар, бұл тексеріс болатын.
спортпен шұғылдану деген тек қана доп теуіп жүгіру емес, алғашқы көмекті көрсете де білу керек. Қорқып кеттік қой ағай. Ту ағай, сәл болмағанда жылап қала жаздадым ғой. Жарайды, ренжімеңдер. Мен сендерге алғашқы көмек көрсетуді өзім үйретемін. Жұмыста қалып жатсам әрине, О, Жандос ағай. Сау болыңыз ағай. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны. Ашыңдар, ашыңдар. Есікті ашыңдар. Бисмилlah. Болдым. Апай, мужской несін ашыңызшы, қамалып қалдық. Апай, ашыңызшы. Қазір. Апай, тезірек ашыңызшы. Кілт болу керек еді ғой осы. Осы кілт шығар. Апай, рахмет сізге. Рахмет апай. Сендер не істеп жүрсіңдер? Ой, ол ұзақ әңгіме. Рахмет, сау Апай, болыңыз. қыздардың раздевалкасының кілті бар ма апай? Міне бар. Рахмет апай. Апай. Сау болыңыз, апай. Рахмет апай, сау болыңыз. Қызық осыларды. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Мен келдім. Қолым жүк кел. Тамақ сала берейін. Тамақ ішкім келіп тұрған жоқ. Жата берейінші. Не болды? Азында ертерек қояды. Жандос, таң атпай не істеп жатсың? Арты қарсымды алу үшін ерте тұрдым. Жан, бүгін менде сабақ көп. Кеш келем. Қарның ашқымасын, ә? Жолың болсын. Рахмет. солай ма балалар? Ағай, келсең бе. Сәлеметсіз. Мынау таңға дейін қозғалмай оқушылармен әңгіме айтқан ба? Ерте тұрған еркектің ырысы артық деп бүгін дайындықты ерте бастадым. Кешкі жарысқа қалай? Дайындық жақсы шығар, е? Иә, бәрі дұрыс. Бізде сол қызу дайындық үстіндеміз. Сәттілік. Балалар, бүгін жарыста жеңуіміз керек. Біз ең мықты команда болуымыз керек. Түсінікті ғой, е? Аяла, егер де біз жеңіліп қалып, Жандос ағай жұмыстан шығып кетсе не істейміз? Оны қайдан шығарып алдың? Едіге ағайдың командасын көрдің ба? Таңертеңнен бері дайындалып жүр. Ал біздің отырысымыз мынау. Ағайды әлі күтіп отырмыз. Ал жарыс болса бүгін. Зато біз демалып отырмыз. Олар болса кешке жарыста шаршап қалады. Айтып жатсыңыздар. Жандос ағай жұмыстан шығып кетсе не істейміз? Бір-екі күн қайғыратын шығармыз. О, бір-екі күн суббота воскресенье ғана. Демалыс күндері қалай қайғырамыз? Сонда саған Жандос ағайды ұмытуға бір-екі күн ғана жете ма не? Иә, енді басқа не істей аламыз? Мен мысалы ағай жұмыстан шығып кетсе, ол жаңадан тұратын мектепке ауыса салым. Оп-оңай зат сияқты айта салдың ғой. Иә, оп-оңай ғой. Менің ауладағы досым бар Қайсар деген. Ол бір жылда 6 рет ауыстырған. Әкесі военный шығар. Жоқ ой, барған мектептеріне тамақ ұнамаса ауыстыра берді. Сен үшін Мұхаммед не істейсің? Білмеймін, дәл қазір қарным қатты ашып тұр ше. Дайынсыңдар ма? Дайын ба? Ағай, егер ұтсақ тамақ алып бересіз ба? Қалаған заттарымды алып беремін. Ал, сәттілік. Рахмет ағай. Жандос ағайдың командасы.
командасы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар мен ұстаздар. Мектепішілік ең үздік дышағай сайысына қош келдіңіздер. Мен сіздерге сайыстың негізгі кезеңдерін, тапсырмаларын түсіндіріп өтейін. Сайыс өзі 3 кезеңнен тұрады. Әр кезең сайын жеңген командаға бір ұпайдан беріп отырамыз. Яғни, ең соңында жеңген команда, сол команданың ұстазы мектебімізде мұғалім болып қалады. Олай болса, балалар, бірінші кезең бұл классикалық эстафета. Яғни, мына таяқпен кедергіні айналып өтіп, келесі қатысушыға беріп отырасыздар. Жеңген командаға ең соңында бір ұпай табыстайтын боламыз. Ендеше сәттілік тілеймін. Рахмет. Ал балалар, мен сендерге сенем, сендер сыныптың ең мықты жүгіретін оқушыларсыңдар. Мен сендерге сенем, осы уақытқа дейін талай эстафетада бірге жеңіске жеттік, осы жолда бірге жеңіске жетеміз. Жақсы ма? Мә ағай, мен вообще жүгіре алмаймын. Білем, Аяла. Балалар, бір-бірімізге көмектесеміз, жылдамдықты қосамыз. Түсінікті? Иә, ағай, әумин. Давай, мен сендерге сенем. Ендеше командалар дайындаламыз. 1, 2, 3. Давай! Тез! Давай! Давай, до конца! Жарайсыңдар, жігіттер, қыздар. Есеп 1-0. Және бірінші кезеңнің жеңімпазы Жандос ағайдың командасы. Айттым ғой, мен сендерге мықтысыңдар деп. Бұл әлі басы. До конца. Жақсы ма? Біз жеңеміз. Екінші кезең отбасы деп аталады. Екінші кезеңде кедергіні бір адам жүгіріп барып айналып келіп, екінші адамның қолынан ұстап тура солай айналады. Яғни, сайыстың соңында 5 адам болып толықтай кедергіні айналып келеміз. Бір круг жасаймыз. Түсінікті ғой? Ең соңында жеңіске жеткен командаға әрине бір ұпай табысталатын болады. Түсінікті ма? Қыздар жігіттер. Қыздар жігіттер, мен сендерге сенем. ағай. Сәттілік. 1, 2, 3. Дайын болсақ бастайық. 1, 2, 3. Керемет балалар. Екінші кезеңде бізде жеңіске жеткен
Едіге ағайдың командасы. Мінекей балалар, бәсекенің ең қызық жеріне келіп жеттік. Бұл финал. Финалда жеңген команда ең үздік атанады. Сондықтан финалдың ережесін түсіндіріп өтейін. Мына тұрған шариктерді қасықпен алып, бір-бір қатысушыдан ана тұрған қоржындарға саламыз. Орта жолда шарик түсіп қалса, құлап қалса, оны қайтадан көтеріп қасыққа сал, болмаса қолмен ұстауға болмайды. Тек қасықтың өзімен ғана. Егер түсінікті болса, бастайық. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Бұл ең шешуші кезең. Олай болса, финалды бастайық. 1, 2, 3. Давай! Давай. Аспа. Молодец. Тезі, келесі. Аспа. Лапама. Молодец. Келесі, давай, келесі, дайындау. Молодец. Тез. Аспа. Чего? Ничего, нормально. Тамаша. Сонымен, бүгінгі сайыста жеңіске жеткен, яғни үздік Дышы ағай атағын алатын бұл команда Едіге ағайдың командасы. Не болды сізге? Жандос, сен красавчиксің. Сен де оқушыларың. Сонда сіз әлі жазылмағансыз ба? Жоқ, мен жұмысымды сағынып, балаларды сағынып, өзімді, сендерді алдап жүрдім. Ағай, не болды сізге? Барлығы жақсы ма ағай? Жақсы ма ағай? Рахмет, балалар. Барлығы жақсы. Сендерге жақсы жаңалығым бар. Ағай, сіз жеңіске жеттіңіз. Біз жеңіске жеттік. Біз жеңіске жеттік. Бірақ мектепте мұғалімдерім болып, Жандос ағайларың қалады. Жандос, сен бұған лайықтысың. Едіге ағай, не болды? Сіз маған жазылдым дедіңіз ғой. Мен примерно дедім. Едіге ағай, тез жазылып кетіңіз. Ағай. Жазылып. Рахмет, балалар. Чо там, Дышы ағайдың бірінші сериясы ұнады ма? Егер ұнаса төменге комментарий жазып кет. Және біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Сен, сен. Дәл осы балалар сияқты мен бірге киноға түскің келе ме? Ендеше төмендегі байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.